Сәлем, қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге мына мотоциклдің ауыруын көрсетейін. Кілтті аштық. Стартердің кнопкасын бассақ, жөнттік қана тұрады. Негізі стартердің датчигі мынау. Мынау стартердің датчигі. Бұның ролын әзір сіздерге толығымен айтып көрсетемін. Әзір бұның қалай жұмыс жасап тұратынын көрсетейін сіздерге. Мен әзір стартердің кнопкасын басам. Жөнттік қытып қана тұрды. Ал енді бұны прамой бүйтіп екеуін прамой жалғасақ, бұған не дейін жаңа тықылдап тұрды деген сөз, бұған тоқ келіп тұр деген сөз. Енді мұны екеуін прамой жалғасақ, стартердің жұмыс жасап тұрған, жасамай тұрғанын көре аламыз. Мотоцикл оталып тұрмын. Мотоцикл оталып тұрмын екеуін қосқан кезде. Ал бұған дейін тоқ келіп тұр тықылдап, демек мынау істемей тұр деген сөз ғой. Енді бұл кей жағдайда аккумулятор әлсіз болса да солай тықылдап тұрып алады. Енді бұның сіздерге системасын сызып қалай жұмыс жасайтындығын көрсететін боламын. Стартердің датчигі осы. Міне мынау стартердің датчигі. Бұның ролы туралы мен сіздерге қазір толықтап көрсетейін. Сызбасын сызып, бұл туралы видеолар көп. YouTube каналға кіріп қарасаңыз, тоқ жолы туралы да. Мына датчик дейік қазір. Мынандай 4 бұрыш қылып салайын. Мына датчик қойын. Мына шығып тұрған, мына екі 10 вольтпен шығып тұрған құлағы. Ал мынау тоғы дейік, тоғын астынан шығара салайын деп. Мынау бір тоқ, екі тоқ. Мына кіріп тұрған тоқтар ғой. Осы датчикке кіріп тұрған екі тоқ. Енді бұл екі тоқ, мынажының ішінде мынандай 4 бұрыш жерде магнит бар. Сол магнитке жалғанады. Мыс оралған. Осы магнитке жалғанып тұрады. Тоқ келгенде мына магнит, мұның басында мынандай бір 4 бұрыш мыс бар. Соны жоғары қарай көтереді. Жаңа кнопканы басқан кезде мына тоқ мынаны жоғары қарай көтереді. Үстіге қарай. Ал енді мына үстіндегі екі 10 жалғанып тұрғанның, мына аппаратқа кірген жерінде мына секілді тағы да екі сары мыс болады. Мынаны жоғары көтерген кезде, мына екеуіне тиеді де, аккумулятордан келген ток, мынау аккумулятордан келген плюс мынаған келеді де, мынаны жоғары қарай көтерген кезде мынаған тұрған ток мынадан өтіп мынаған қарай барады. Жаңағы плюсымыз. Содан мынадан шығып стартерға қарай барады. Мынадан шығып. Яғни аккумулятордағыны прамой мынаған жалғап береді ғой сонда. Аккумулятордан шыққан 12 вольт токты мынаған прамой жалғап береді. Бұның ролы сол тек қана. Екі тоқты бір-біріне резко жалғап береді. Мына жақтан келген тоқтың тоқ жолдары, мұның жаңағы қалай жұмыс жасайтыны, нейтралкамен жаңағы барлығының видеолары бар. YouTube каналға кіріп қарасаңыз, көптеген видеолары бар. Негізі бір видеоны көріп, екінші бір сұрауды сұрамастан бір қанша видеолар осы датчиктің өзі туралы бізде 3-4 видео салынды ғой деймін. Соны нақтап қарап, бір қатар қарап шықсаңыз, барлығы түсінікті болады деп ойлаймын. Жақсы, келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.